оқушылар. Отырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы квадрат теңдеулердің комплекстілері. Сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге бүгінгі сабаққа, бүгінгі күнге жақсы тілектер тілейік. Ал бүгінгі күнге сәттілік тілейік. Ойлаған арман мақсаттарына жетейік. Жақсы. Ойлаған арманына жетіп бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. ұлтыда өз қалаған балыңды алуға Әндіда ойлаған балыңды алып кітапқа түсіп кет. аңсаған арманыңа бақытын жетемін екенсіз. Ал оқушылар, олай болса, жақсы көңіл-күймен бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Мен сендерге тілейтінім, бүгінгі сабақта алған білімдерің сендердің болашақтарына жақсы бір үлесін қосын деген тілекпен сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Ал мен үйге берген тапсырманы тексереміз. Үй тапсырмасын ашайық. 17-де 1 және 17-де 2 тапсырмаларын тексерейік. Үй тапсырмаларымызды тексереміз. Оқушылар, олай болса, үй тапсырмасын тексеріп болсақ, кері байланыс берейік. Асылсат, сендер қанша тапсырма дұрыс болды? Менде бәрі дұрыс. Жарайсың, өте жақсы. Аружан, сенде ше? Менде бәрі дұрыс. Өте жақсы, керемет. Олай болса, сабақты бастамас бұрын, сабақ тақырыбына көшпес бұрын сендерге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы квадрат теңдеулер туралы не білеміз? Түбірлер туралы. Бағдәулет. Егер дискриминант 0-ден үлкен болса, одан 2 түбір шығады. Дискриминант 0-ге тең болса, одан 1 түбір шығады. Ал егер дискриминант 0-ден кіші болса, одан түбір шығады. Нақты түбірлері жоқ. Жарайсың, жақсы. Ал енді дискриминант теріс болған жағдайда да ол квадрат теңдеулердің түбірлерін шешуге болады екен. Бірақ ол амал бізде комплекс сандар жиынында орындалады. Сондықтан біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты да сол квадрат теңдеулердің комплекс сандар жиынында шешу. Бүгін сендерді квадрат теңдеулердің комплекс түбірлерін табу дағдылары бойынша бағалайтын боламыз. Ал оқушылар, бірінші сұрақ, комплекс сан мен нақты санның айырмашылығы неде? Баян? Комплекс сан мен нақты санның айырмашылығы комплекстан а қосылған б екені бөледі, а нақты бөлігі б и ол жорама бөлігі, ал нақты санның жорама бөлігі 0-ге тең болады. Өте жақсы, жарайды. Дина? Геометриялық түрде кескіндегенде вектордың ұзындығы. Жақсы, жарайсың. Ал оқушылар, олай болса сендерге бірінші тапсырма жұптық тапсырмаларды орындаймыз. Жақсы, Дина, Айдана келді. Бізге тек комплекс сан берілген, көбейтіндісімен бөлінісін табуымыз қажет. Бөлшек көбейтіндісінен -1 қосылған 7 шықты. Екіншісі бөлінісінен 11 қосылған 7 и бөлінген 5. Жарайсыңдар. Келесі, қай жұп дайын? Ол сапалақтар. Жақсы, келіңдер. Нақты бөлігі -2, жорама бөлігі 1 және модулін есептеген кезде екеуі квадратты түбір астына шығарған кезде түбір асты 5 болады. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі, қай жұп дайын тағы да? Қай сабақтарымыздан тақтаға шығамыз. Жақсы. бізге берілген жұптық тапсырма комплекс сандар берілген, ол комплекс сандардың өрнекті мәнін табу. Бірінші өрнектің мәні бізде -30 и -16 болды, ал екінші өрнектің мәні 52 и -47 болды. Екі өрнектің мәнін табу үшін қандай форманы пайдаланды? Біріншісінде қандай? Қысқаша көбейту формуласының квадратын, ал екінші өрнегінде қысқаша көбейту формуласының кубтық өрнегі. Жақсы, жарайсыңдар. Ал олай болса квадрат теңдеулерді шығару үшін қазір өзімізге беретін дискриминант формуласын қолданамыз. Бірақ бізде дискриминанттың теріс сан шыққан кезде оның нақты түбірі жоқ болады. Енді комплекс түбірлерін қарастырамыз. Түбірлерін тапқан кезде, мысалға мына теңдеуді қарастырайық. Дискриминантын есептеген кезде -16 шыққан. -16-дан жаңа түбірден +-4 шығады. Сосын мына жерден жақшаның ішіне
екіні жақшаның сыртына шығарған кезде мынау 2 мен мынау 2 қысқарып 3 плюс минус 2 шыққан екен. Олай болса есептің жауабы осы. Жарайсыздар, берілген тапсырмамен өте жақсы орындап, біздің жорамал саны қасиеттерді жақсы меңгердіңдер деп ойлаймын. Олай болса, оқушылар енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Кітабымызды ашамыз. 18-де бірінші есеп. 18-де бірінші есепті дәптерге орындаймыз. Біріншісіне кім шығарсам дағы? Дина келе ғой. Екіншісіне таңдаға шығамыз. Таңдаға орындай берек. Екіншісіне кім шығарыз? Кел, байын. Қалғанымыз дәптерде орындап отырамыз. Дәптерде. Мына жерде минус екені болды. Минус 2. Един ақылы минус жазды ма? Жақсы, дәлесі. Келесі. Одан кейінгісі қайсы? Үшіншісіне кім шығады бізде? Орындаймыз. Қалғанымыз. Тек құратында орынды дейді. Құратында Burasına falan olsun. Burasına olsun. Жақсы жарайсың. Бірнай платформасына кіреміз. Сол жерде тест берілген. Сол тестті әр оқушы өзі жеке орындайды. Енді бұл... Burası 12. Ал оқушылар, олай болса, бүгінгі сабақты қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақты жазды білгенім, білгім келеді. Ойларымызды жинақтап толтырайық. Олай болса, кер байланыс толтырып болсақ, өтек Нұрай, бүгін сен нені білдің? Білгенім квадрат теңдеулерді шешуді білетін едім. Білгенім теріс сандардың түпкілін табуды, және білгім келеді комплекс теңдеулерді теретінді біледі. Жақсы, тағы айта қой. Ақырын бөліседі, ал Аружан айта қой. Білгенім квадрат теңдеулердің нақты түпкілін табу, білдім комплекс түпкілерді табуды, білгім келеді комплекс түпкілерді тереңдеп. Жақсы, жарайсыз.